Ақмола облысының тұрғыны жанжал кезінде әйеліне пышақ сұққан. Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқарының хабардар болуын қаласаңыз, бейне астында лайк түймесін басып, арнамызға жазылыңыз. Полицияға отбасында болған қандық драма туралы хабарлама 20 желтоқсанда шамамен сағат 6:55-те келді. Оқиға туралы құқық қорғау органдарына шақыру бойынша келген жедел жәрдем станциясының фельдшері хабарлады. Медицина қызметкерінің айтуынша, көпсалалы облыстық аурухананың қабылдау бөлмесіне кеуде аймағына салынған пышақ жарақатымен 30 жастағы әйел жеткізілген. Жәбірленушінің мекен-жайын біліп, оқиға орнына Көкшетау қаласы полиция басқармасының жедел тергеу тобы келді. Материалдарды бастапқы жинау кезінде әйелге жараны оның жұбайы жасағаны анықталды. Өзі бірден оқиға орнынан қашып кеткен. Күдіктінің белгілер мен бағдарлау дереу патрульдік полиция патрулінің барлық жасақтарына берілді. 2 сағаттан өткен соң 26 жастағы ер адамды ППБ экипажы ұстап алып полиция бөліміне жеткізді. Сондай-ақ оқиға болған жерді тексеру барысында полицейлер қылмыс құралы ас үй пышағын тауып тәркіледі. Ұсталған адамның айғақтарынан оқиға болған түні жұбайы екеуі арасында ауызша жанжал болғаны, ер адам сол кеште алкоголь ішкені белгілі болды. Қазіргі уақытта бұл факт Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабы 1 бөлігі денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелген. Күдікті ұсталды және уақытша ұстау изоляторына қамалды.